Қайырлы күн достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін вупи-пай тортын дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Мен бұл тортты ең алғашқы рет жасадым. Алғашқы рет жасасам да өте сәтті шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ал енді тортқа керекті заттармен танысып болайық. 6 жұмыртқа, 100 грамм май, 240 грамм құмшекер, ұн, какао және қопсытқыш. Ал енді ең бірінші біз жұмыртқаны салып, құмшекермен жақсылап көтерілгенше миксермен араластырып аламыз. Миксердің насадкалары міндетті түрде құрғақ болуы тиіс. Біздің қолданатын ыдысымыз да құрғақ болуы керек. Біз миксермен өте көп араластырмаймыз, себебі біздің корждарымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сол себепті де шамалы біздің араластырған кезде шамалы көтерілгеннен кейін миксерді тоқтатамыз. Ал енді осылай араластырып болғаннан кейін майды саламыз. Май бөлме температурасында болуы керек. Өте жұмсақ болуы керек, өйткені біз араластырған кезде біркелкі болу үшін. Ал енді майды жақсылап араластырып болғаннан кейін құрғақ нәрселерімізді бір-бірімен араластырамыз. Ұнды, қопсытқышты, какаоны салып, ең бірінші бөлек ыдыста араластырып аламыз. Барлығы біркелкі масса болу керек. Ұн міндетті түрде елгезектен өткен болуы тиіс, себебі біздің корждарымыздың көтерілуіне септігін тигізеді. Ал енді жақсылап араластырып болғаннан кейін бұл құрғақ ингредиенттерімізді қосып шығамыз. Біртіндеп, яғни бөліп қосып шығамыз. Әр қосқан бөлігімізді миксердің жай жылдамдығында араластырып отырамыз. Әр бөлікке қосып барлық ұнды араластырып болғаннан кейін біз оны қалташаға саламыз. Қалташаның ұшын өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кесіп алсаңыздар болады. Ал одан кейін біздің дайын пергамент қағазына осылай видеодағыдай жай ғана құйып шығамыз. Барлығын осылай құйып болғаннан кейін бетін міндетті түрде тегістеуді ұмытпаймыз. Мендегі диаметр 21-22 сантиметр. Осылай әр бөлікке бөліп шығамыз. Менде 4 корж болды. Ал енді дайын болған корждарымызды пеште пісіреміз. 180 градуста 7 минуттан
4 коржымызды пісіріп аламыз. Өте тез пісіп қалады. Сол себепті де біз күйдіріп алмауымыз керек. Пештің бетін үнемі ашып жаба бермейміз, себебі біздің корждарымыздың көтерілуіне кедергі жасайды. Піскен піспегенін таяқшаның көмегімен біле аламыз. Енді корждар дайын болам дейінше біз кремін дайындайық. Оған вип-пак және сахарный пудра керек. Ең бірінші тортты жасаушыларға міндетті түрде вип-пакты пайдаланған өте ыңғайлы. Себебі ол ешқандай іріп кетпейді. Өзіңіздің қалауыңызша миксерлеп араластыра бересіз. Осылай біраз уақыт қант ұнтағымен бірге салып миксерлейтін боламыз. Ұзақ уақыт араластырамыз. Біз лопаткамен алған кезде ол төменге сырғып түсіп кетпейтіндей қатты формада болуы керек. Міне енді біздің креміміз дайын болды. Ал енді корждардың жан жақтарын дөңгелек формаға келтіріп кесіп алғаннан кейін кремді пакетикке салып, әр корждың ортасына шариктер жасап шығамыз. Мен шариктерді насадкасыз жасадым. Ең алғаш жасағаннан менде барлығы сәтті шықты. Ең бірінші коржды қойған кезде міндетті түрде астына крем жағуды ұмытпаймыз. Міне осылай шариктер шығарамыз. Шариктерді жасап болғаннан кейін міндетті түрде ортасына да крем жағамыз. Ортасындағы крем өте көп болу керек, себебі біздің корждарымыз ортасына қарай түсіп кетпес үшін, яғни бір тегіс формада болу үшін. Барлық корждарды осы ретпен бір-бірінің үстіне қойып, шариктерді шығарып, кремді жағып, жасап шығамыз.
Осылай біз корждарды бір-біріне қабаттап қойып жатқан кезде бетіне құятын глазурды дайындаймыз. Бізге ол үшін Қазақстан шоколады және сары май керек болады. Оларды водяной баняда ерітіп аламыз. Барлығы дайын болғаннан кейін міне осылай бетіне құйып шығамыз. Жан-жақ шеттеріне жай-жай шығарып қақсамыз. Енді осылай ағызып болғаннан кейін бетін әрлеуге көшеміз. Мен бетіне ароя печеньесі мен алманың бөліктерін алдым. Жалпы бетін әрлеу өз қалауларыңыз бойынша. Осылай тек әрлеген күйінше қалдырсаңыздар да болады. Болмаса бетіне жазу жазсаңыздар да болады. Мен өзімнің туған күнге арнап жасаған ең алғашқы тортым болғасын туған күніңізбен деп жаздым. Менің бұл әріптерім өте әдемі шықпады. Яғни бұл менің бірінші жасап жатқан тортым. Сол себепті де қатты мені сөге көрмеңіздер. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Бірінші жасағаннан өте сәтті шығады. Ал енді міне вупи пай тортымыз дайын болды. 1-2 сағатқа холодильникке қойып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мінекеңіз, арасындағы корждарын көріңіз, қандай әдемі. Торттың да дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздер де бағасын беріңіздер. Міндетті түрде менің каналыма кіріп подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Видеоларымды үнемі бақылағыларыңыз келсе, қоңыраушаны да басып алыңыздар.